Баршаңызға сәлем қыздар. Мен сіздермен бүгін табиғат аясында дәмі сондай ерекше болып шығатын сосиска в тесте әзірлейтін боламыз. Алдымен шоқтығымызды, оттығымызды дайындап аламыз. Міне осылай жағып, шоғымыз дайын болғанша қамырларымызға кірісеміз. Барлық керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп өтулеріңізді сұраймын. Қамырымызды әдемелеп домалақтап, қалыңдығы 1 сантиметр болатындай қамырымызды ұзын пішінде кескіндеп аламыз. Осылай полоска ретінде сосискамызды алып, жаңағы кескіндеген қамырымызға осылай сосискамыз көрінбеу керек. Осылай орап шығамыз. Табиғат аясында қазір майопкілер көбейіп жатыр. Осылай істегенге өте ыңғайлы. Тестамызды осылай орап шыққаннан соң, міне 10 штук шықты менде. Бетін әдемелеп, жұмыртқа жағуды ұмытып кетпеңіздер. Шоқтығымыз дайын болды. Жаңағы тестамызды осындай қалыпқа салып, міне осылай қызып тұрған шоқта бабымен пісіріп аламыз. Шамамен 15 минуттай уақыт кетеді. Екі жанын кезегімен қызып тұрған шоқта аударып, екі шетін осылай аударып, келесі бетіне аударып, осылай пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Дәмін айта алмаймын қыздар. Иісі деген өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Табиғат аясында, маевкаге барғанда лезде дайын болатын, дастарханға осылай ыстық күйінде ұсынатын сосиска в тесте. Әзірлеп көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.